Бір жағынан Райлидің анасы көзілдірік киген, екінші жағынан ондай ештеңе жоқ. Иә, және нәрестелер заттардың контурын ажырата алмайды. Сондықтан олар көрсетілген жаста естеліктерін сақтап қана қоймай, тіпті ата-аналарын да дұрыс көре алмайды. Бас бөлімі не дерексіз берілістері бар белгісіз кеңістік, бір уақытта үлкен терезелері бар кен бөлме. Райлидің көз алдында сым ақ, содан кейін ол еш себепсіз қара түске айналады. Ал өмірдегі кішкентай бала өз жолындағы сымның қандай да бір түрінен қорқып қатып қалмайды. Ауыздың орнына әкесі қыздың көзіне брокколиді бермекші. Бұл не деген бала? Тек қана 5 эмоциясы ғана бар. Қуаныш, қайғы, жек көру, қорқыныш пен ашу. Ұят, махаббат, ақырында зұлымдық қайда? Бұл фильмде тіпті таңқарлық та жоқ. Ол әлемді танитын кез келген баланың күнделікті эмоциясы. Райли, кто не ужинает, тот остается без сладкого. Райли әкесінің не айтатын алдын ала білмеді. Ашудың қолында тәтті жоқ деген айдарлы бар газет алдын ала болды. Батыр қыздың өз көзімен көрген естеліктері неге екені белгісіз, оның есінде одан 10 метрдей жерде бейнекамерамен түсіріп алғандай сақталады. Терезелердің сыртында тұлға аралдары анық көрінеді. Олар 1 минут бұрын болмаған. Райли бір күнде көптеген естеліктерге ие болды. Оның басында жүздеген оқиғалар болу үшін ол не істеді? У нашей любимой девочки все как нельзя лучше. Чего еще ждать от жизни? Кейіпкерлердің сөздері келесі кадрда болып жатқан нәрсеге мүлдем қарама-қайшы. Бір қызығы эмоциялар отбасының көшіп бара жатқанын қалай анықтады? Кетер алдында соңғы минутта олар Райлидің бұл туралы бірнеше ай бойы білмегенін айтқысы келіп тұр ма? Клише. Кадрда кептеліс болған кезде ондағы барлық адамдар үздіксіз сигнал береді. 11 жасында Райли пряниктер үйіне немесе айдаһарлар бар сарайына көшуді елестетеді. Жоқ, оның әлі кішкентай екенін анық, бірақ 3 жаста емес қой. Бұл аймақта 300 метр жерде ешкім тұрмайтын сияқты. Тіпті жолдың ортасында тұрсаңыз да болады. Ішкі көріністе хаттар есіктің бір жағында, сырттан қарағанда қарама-қарсы жақтан шығып тұрады. Аниматорлар Рататуйдың бас кейіпкеріне осылай сәлем беруді ұйғырды. Всю дорогу папа хвалился, какая клевая у нас комната. Идемте посмотрим. Әкесі тар бос шатыр туралы жол бойы мақтады. Және неге Райлидің бөлмесінде еңіс төбесі бар? Егер сыртынан қарағанда ол тегіс болса, және бөлмеде қарапайым төбесі болу керек емес пе? Ты представь, фургон с мебелью только в четверг будет. Бүкіл ел бойынша фургонның қайда бара жатқанын және олардың барлық заттардың ішінде екенін Райлидің ата-анасы анықтауға алаңдамады. Және оның кешігіп қалу туралы хабар Райлиді жиіркеніш, ашу және үрей тудырды. Біреудің психиатрға көрінетін уақыты келді. Әкесі заттарға толы көлікпен кеңсеге кетті. Оған дейін жүкті түсіруге де ой болмады. Иә, Сан-Францискодағы пиццериялар мүмкіндігінше тезірек банкротқа ұшырау үшін осындай пиццаларды сатады. Әке өзінің ақмақтағынан біздің машинаның әйнегін шағып жіберді. Қандай қызық естелік. Помнишь веселый фильм, где в конце умерла собака? Көңілді фильм туралы өте бұрмаланған түсініктер. Шалшық арқылы ұзақ секірсеңіз, етікке суды арнайы шүмектен шетіне дейін құйып жібергендей болады. Осы кадрға қарағанда жарық Райлидің терезесінен тікелей түскен. Оның бөлмесі 2-ші қабатта екенін ескерсек, бұл сәл оғаш. Кішкене ашық тұрған есік, біраз уақыттан кейін жабық. Райлидің түсінде отбасы жаңа үйге сол жағынан қарап тұр, бірақ үй оң жағынан тұр. Сейчас сделаю Райли такой хорошенькой, что одноклассниц будет тошнить от зависти. Иә, адамды тартымды қылып көрсететін жеркеніш қой. Әрине. Көгілдір дәптер кітаптың үстінде тұр, ал енді ол астында. Бұл жүйені ойлап тапқан адам қауіпсіздік туралы шамалы түсінігі жоқ. Және сыртқы көріністе олар толығымен мөлдір болса, ішіндегі барлық құбырлар неге мөлдір және мөлдір емес сегменттерден тұрады? У нее там нет тебя. Пока ты тут, Райли не может быть счастлива. Мұнтында, егер сен Райлиді қуантуға соншалықты қызығушылық танытсаң, онда неге оны үнемі бақытсыз етуге тырысасың? Сен бұл жағдайда ешқашан пультке тиісіп, өмірінде шарларға қол тигізбеуін керек емес пе? Райлидің анасының басындағы мұң басты нәрсе екенін қарағанда, біздің алдымызда өте бақытсыз әйел тұр. Неліктен оның барлық эмоциялар әйел, ал әкесінің басында барлығы ер адамдар. Ал олардың қызында эмоциялар аралас. Ну, как прошел первый день в школе? Сендер кешкі асқа отырыңдар. Енді ғана сабақ жайлы сұрауды шештің бе? Кейіпкер қарап тұрмай соққы берді. Сұмдық. Ананың басында ашу үнемі өз арманын қосады. Қуаныш шетінен алыстап кетті де, сол секундте 10 метрге алға телепортация жасады. Соңғы сәттен басқа қашып құтылу мүмкін емес. Көп рет. Радость, где тебя носит? Бірақ жардың шетінде қуаныш пен мұңды олар көру керек емес пе?
Тіпті осы қашықтықта олар көріну тиіс. Ну, хорошо, идем в обход. Живописным маршрутом. Қандай да бір жолмен өтуге болатын сияқты. Кішкентай қыздың естеліктері соншалықты көп, бұл басқа зейнеткерге де жетуші еді. Оның үстіне ол әлі 3 жаста болса да, бұл миллиондаған естеліктер сол уақытта болды. Бірақ Райли негізінен балабақшада олардың бәрін жинауға уақыт таппас еді. Куда, налево? Направо. Кейіпкерлерге оңға бұрылу керек еді. Сондықтан олар бірден мүлдем басқа бағытқа кетті. К утру доберемся до головного отдела легкой дорогой. Ты какая легкая, и мне так легко. Қалай қуаныш байқамаған, мұның естеліктерді бүлдіріп тастағаны. Тура мағынада қуаныш мұның дәл бетіне қарап жүрсе. Және шарды ол қолмен қалай жеткен, одан кем дегенде жарты метр қашық. Оларды сору ыңғайлы болу үшін бе? Олар бүкіл биіктікте бір келкі орналасу керек емес пе? Сюжеттік ойық, егер жоюшылар кез келген уақытта бас кеңсеге ойларына келетін кез келген естеліктерді жібере алса, неге қуаныш олардан өздерімен бірге алып жүретін өте маңызды негізгі естеліктерді дәл қазір жіберуді сұрамайды? Жоқ, олар жарнамадағы ақымақ ән жіберсін, ал біз қиналып соңына дейін жүре берейік. Достық аралы естеліктер сөрелері тұрған жерде құлайды. Дегенмен ол бас жоспар бойынша қиял еліне тікелей қарама-қарсы ілулі тұр. Оған қуаныш кейінірек келеді. Сонымен бірге қалған аралдар батырлардан қабырғамен бөлінген. Ол тіпті жоғарғы көріністе еш жерде көрінбейді. Бинго-бонго еденде кем дегенде 20 дана кәмпит жылап жіберді. Келесі кадрда біраз ғана дана кәмпит. В руководстве об этом кое-что написано, нам лучше сюда не ходить. Ал қуаныш мұнан ол жаққа баруы неге қауіпті екенін бірден сұрауды тіпті ойламады. Бірақ оның орнына кез келген адам сұраушы еді. Әрине, ол тым кеш және барлығы тұзаққа түскенде ғана түсіндіре бастады. Классикалық жанр. Короткий путь. Қалай қауіпті деген сөзді қысқа жол деп оқуға болады. Ол бұл сөздердегі әріптерді біледі ғой. Біл бұл есіктен еш қиындықсыз жүздеген рет өтті. Бірақ дәл қазір ол эмоциялармен бірге басын ішке кіргізгенде кездейсоқ форс-мажор орын алды. Бұл кезде шығу есігі кенеттен алыстап кетті. Бірнеше секунд бұрын дәл қасында еді. Ну, сделал как было, а не то я тебя сейчас... Егер бірдене болса, бұл жай ғана кісі өлтіру болды. Я понял все ее воспоминания о хоккее. Оның миллиондаған естеліктері бар екенін ескере отырып, хоккей туралы барлық естеліктер осы залды толығымен толтыру керек еді. Егер адамда қуаныш болмаса, одан кейін қозғалыстарды үйлестіру жоғалады. Осы уақытқа дейін батырларсыз кетіп қалған ой пойызы енді шыдамдылықпен вокзалда тосып тұр. Олардың жылап құшақтауын күтіп, тек солармен бірге жолға шығады. Эмоциям не сбежать, Сондықтан қуаныш пен мұң осы құбыр арқылы ұшып кетті. Олар күшімен қарсылық көрсетті. Неліктен олар сорылып кетті, ал қорқынышты сорып алған жоқ? Я думала, что для нас главное счастье Райли. Толық нонсенс. Қалай теріс эмоциялар Райлидің бақытын қалайды? Олар бізге ашудың және қорқыныштың жеркенішпен қуантатынын айтқысы келеді ме? Осы үшеуі де депрессияға тура апаратын жол. Және тағы да, бұл үшеуі қуаныш сияқты үй иесіне бақыт тілесе, неге бәрі қашықтықтан басқару пультіне бір рет қол тигізуге уәде бермеді? Және оның орнына күн сайын оған бара береді. Құрметті ханым, біз сіздің бақытты болғаныңызды қалаймыз. Және міне сізге құтыру және қорқыныш шабуылдары. Біз анық көрдік, жартастың штаб пәтерден бірнеше шақырым қашықтықта орналасқанын. Ал пойызбен жүру ең көп дегенде бірнеше минутты құрайды. Бірақ кейіпкерлер Райли ұйықтап кеткен сәтке дейін бар жылдамдықпен асығады. Және олар тоқтаған кезде олардың бәрі әлі де керек жеріне 1 метр жақын емес. Жартаста екені белгілі болып тұр. Әрине, барлық мүмкін болатын аялдамалардың арасында пойыз кездейсоқ түс фабрикасының кіреберісіне дәл қарсы тұрады. Кіруге болмайтын есіктердің барлығында құлыптардың бір түрі де жоқ, сондықтан сіздер әрине кірмейсіздер. Нужно показать такой дивный сон, чтобы она не смогла спать от счастья. Қашаннан бері адамдар керемет жағымды түс көріп, түн ортасында әдейі оянып кетеді. Содан кейін қуаныш ойлады. Менің сөмкемде Райлидің баға жетпес естеліктері бар. Мен оны арқамнан мүлде түсірмеймін. Мен оларды шынайы құнын білмейтін ақмақ білге беремін. Шынымен не дұрыс болмауы мүмкін.
Райлидің түсінде тістері маңдайынан түсіп жатыр. Бұл шынымен де керемет жасырын. Бұл екеуін полициялар ешқашан таба алмайды. Енді олар осылай жүгіре береді таңғажайып көзге көрінбейтін нәрселер сияқты. Полиция Бонганы есіктен сүйреп шығарды. Бірнеше секундтан кейін олар мүлде басқа алыстағы жартасқа телепортацияланған. Күзетшілер дәл көз алдында тұрған Қуаныш пен мұнда жақыннан қалай көрмейді? Қуаныш фонарь сияқты жанып тұр ғой, олар соқыр ма сонда? Ну-ка, обратно за дверь, я вам сбегу. Полицейлер кейіпкерлер сыртынан үлкен болтпен жабылған қақпадан шықты деп ойлады ма? Брокколи баланың қорқынышты түсіне қалай түсу мүмкін? Райли оны ұнатпау мүмкін. Бірақ неліктен жер бетінде біреудің қорқынышты түсінде жақсы көрмейтін тағам түсу мүмкін? Осы кадрға қарағанда қыздың түп санасы авторлар мысықтың түп санасымен шатастырған. Ему нужны были только конфеты. Ол қалай кәмпиттің қағазын ашады? Ол оған жүзімнің дәніндей. Ол кәмпитті саусақтарымен де ала алмаушы еді. Сайқымазақ батырларға үлкен көлеңке түсіреді. Бірақ оның артында жарық көздері жоқ. Қорқыныш қоймасы дәл осындай есіктермен жабықталу керек. Сондықтан олар абсолютті дыбыс оқшалауына ие, бірақ қорқыныш бірнеше секундта есікті бұзып тастайды. Бұл алыптың қабырғаны бұзбай студияға қалай кіргені жұмбақ күйінде қалды. Клише, Райли түн ортасында қорқынышты түстен оянып төсекке кенет отырады. Бұл поезд әлі де оларды күтуде, оларсыз ешқайда кетпейді. Өшіп тұрған ноутбуктың экраны 1 секундта жарқырай бастайды. В тот день ее команда продула важный матч полуфинала. Райли не забросила решающую шайбу. Онда ол неге құрметке ие болды? Егер олар оны жұбатқысы келсе, олар жай ғана келіп оған мұнайма деп айтатын еді. Бірақ олар әрине оның арқасында маңызды ойынды жеңіліп алмаған сияқты. Бұл кадрда Райли бірде-бір сиқыршы армандамаған ауадай лезде балқу өнерін көрсетеді. Жоқ, секундтың соңғы 1000-1 бөлігінде құтқару керек. Басқаша болмайды. А вы не слышали? Райли решила уехать. Сендер оны қайдан естідіңдер? Кадр арасындағы құбыр жарты метрге дейін кетуді шешім қабылдады. Асығу керек болғанда кейіпкерлер еш себепсіз уақытты созуға табады. Қайғылы бірдене болғанда ауа райы сәйкес келуге тырысады. Піл пропасть забвенияға құлаған бойда ол бірден ауада ери бастады. Дегенмен, онымен бірге болған Қуаныш еруді тіпті ойламады. Осы тұңғиықтағы миллиондаған ұмытылған естеліктердің арасында Қуаныш кездейсоқ 1-2 күн бұрын пайда болған бір тастың қасына құлап түседі. Ал бізге Райлидің жаңа мектептегі бірінші күні сыныптың ортасында тұрып жылап жібергенін, мүлдем ұмытып кеткенін айтқысы келіп тұрма? Кез келген адам өмірінің соңына дейін естен кетпейді. Зымыранның ыңғайлырақ көтерілу үшін тұңғиықтың түбінде біреу ыңғайлы трамплин салып қойған. Және стандартты ойластырылмаған жан қиярлық. Пілдің арбаны секіруінің жалғыз себебі оның қозғалғыштарының дұрыс жұмыс істемеуі. Оны жазушылар мүлдем түсіндірмеді. Бұл жай ғана Бонгаға ерлік көрсетуге мүмкіндік береді. Зымыран үлкен биіктіктегі тұңғиыққа құлағаннан кейін аман есен қалды. Сондықтан жеңіл соққыдан жартастың шетіне ол бірден бөліктерге бөлініп кетті. Піл Қуанышты құтқару тапсырмасын орындағаннан кейін өте ыңғайлы түрде толығымен ерді. Құтқармай тұрып ол ерген жоқ. Сондай Қуаныштың бақытына жүгіріп өткен барлық шарлардың түсін өзгерткен қайғы оның өзінің қасиеті деп санайды ма? Түсінікті неге ашу мен жеркеніш Райлидің басынан үйден қашу ойын өзгерте алмайтын, ал қорқыныш болса неге оны жасамас екен? Өйткені оған оңайлықпен шығушы еді. Тағы да географиямен келіспеушілік бар. Кейіпкерлер қиял елген әлде қашан өтіп кеткен. Содан кейін олар пойызбен мүлдем басқа жерге кетті. Келесі күні олар сапарын жалғастырды. Бірақ Қуаныш тұңғиықтан ұшып түскен соң, ол және мұн кенеттен қиял еліне пайда болды. Бұл олардың бірнеше километр артта қалуы керек емес пе? Болт еліндегі кезекті өлтіру. Мәссаған, қайғы кішкентай болттың үстінде ұшып кетіп бара жатыр. Олар тұңғиықтың үстінен қауіпсіз ұшып кете алады ғой. Неліктен олар осыдан бірнеше рет болған кезде осы жерден бас басқармаға болттардың үстінде Қуанышпен бірге ұшып кетпеді? Мүмкін олар істегісіз келмеген шығар. Егер Қуаныш болтты қайғымен және карталар үйімен соншалықты күшті ұшырса, оның өзі қарсы бағытта бірдей жылдамдықпен ұшып кету керек еді. 100 дана көлеміндегі ойдан шығарылған жігіттерді сөмкеге тергенде, оларды бірнеше рет сілкіп тастауға тырысқанда, олар бірден биік мұнараға тізіліп, өз салмағынан құлауды ойламайды.
Және әрине кездейсоқ жігіттердің саны мұнараның керемет дәл есептелген трюкті орындау үшін дұрыс биіктікте болатындай болып шығады. Міне, пойыз бірнеше сағат бойы еңсере алмаған жолда кейіпкерлер 3 секундта аман-есен ұшып жетеді. Кадрлар арасындағы жеркенішін дәнекерлеушінің маскасы қайдан пайда болды? Осы шардың түсіне қарасақ, бұл кітапты оқу Райлидің қорқыныш пен жеркеніш сезімін сезінеді. Және ол бақыт пен ашудың қоспасымен хоккей ойнайды. Хозяева, прошу. Настроена, налажена, готова к эксплуатации. Және бұл нұсқа болашақ пайдаланушылар үшін болды ма? Өзлерін теру арқылы түсінесіңдер. Мұғалім кем дегенде 13 жыл бұрын Райлидің анасын азғырған сол ыстық бразилиялықпен шатастырды. Және осы уақыт ішінде ол тіпті өзгермеді. Можно я тихохонько ругнусь?